Сәлематсыздар ма, құрметті достарым? Малина вареньесін қайнатпай қысқа сақтаудың түрлі жолдарын көрсететін боламын. Маған лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Морозильникте сақтауымыздың бірінші жолы, мынандай блендеріңіз болса, соған малинаны салып, араластырып аласыз құмшекер екеуін. Үстіне қанша малина саласыз, сонша құмшекер саласыз. Мінекейіңіз, блендермен жақсылап араластырып аламыз. Мен бұл видеода қысқаша түрлі көрсетіп жатырмын. Негізі ұзақтау араластырасыздар, 5 минутқа жуық араластырасыздар құмшекері ерігенше. Жақсылап араласқаннан кейін пластмасс ыдыстарыңызды дайындап, қысқа сақтайтын, морозильникке сақтайтын ыдыстарыңызды дайындап, соған дайын болған сместі құясыз. Қатты ішіп толтырып құймайсыз. Өте әдемі массада шықты. Бір келкі, қатты қою емес, қатты сұйық емес. Қатты толтырып құймайсыздар ыдысқа. Бетін жақсылап, қаттылап басып жауып, морозилкаға қоя берсеңіз болады. Қалғанын осындай томаттың банкілеріне құйып, холодильникке 6 ай сақтауға болады. Бұны морозильник емес, холодильникке қоясыз. Малина сақтаудың ендігі түрі: малинамызды шараға салып, тазартып, жумайсыздар, естеріңізде болсын. Егер жуатын болсаңыздар, жақсылап кептіріп алыңыздар. Өйткені арасына су, мұз болып қалады. Таза қолдарымызбен малиналарымызды жақсылап ерітіп, мұжамыз осылай. Езгілеп, бұны көріңіздер ме, бір келкі қылып, сөйтіп 2 сағатқа қойып қоямыз. 2 сағаттан кейін барып ыдысқа құйып морозильникке салсаңыз болады. Өйткені 2 сағаттың ішінде құмшекері еру керек. Құмшекері ерімей сразу морозильникке салсаңыз, ол құмшекері ішіне кідірлеп тұрады. Сондықтан да 2 сағат ертіп барып, үстіп ішіп толтырмай құясыз. Қатты толтырмаңыздар ыдысты. Қыстың күні рахаттанып отырып жейсіздер, витаминдері сол қалпында сақталады. Осылай жасап көрсеңіздер малинаны, өте керемет. Сіздермен бірге болғанмен Алуа Омар. Маған лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар.